Бәріне сәлем. Бүгін біз ағзаны паразиттерден тазартуға көмектесетін өнімдер туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар бейнеден ағзадағы паразиттердің белгілері, паразиттер жақсы көретін тағамдар және емдеу туралы кеңестер білуге болады. Бейненің соңына дейін қараңыз. Өз каналымда өте құнды ақпараттармен бөлісетін боламын. Бірақ видеоны бастамай тұрып сіздерге өтінішім бар. Мен 1000 подписчик жинауға мақсат қойдым. Сіздерден сол арман мақсатымды орындауыма көмектесуді сұраймын. Көмектесу үшін осы видеоға лайк басып, подписка жасап кетсеңіз болғаны. Алдын ала рахмет. Кейбір белгілер көбінесе гельминттердің денеге енуімен байланысты көп адамды алаңдатады. Сондықтан паразитке қарсы әсері бар тағамдардың асханаңызда үнемі болғаны жөн. Гельминттер дегеніміз не? Және олар қайда өмір сүреді? Гельминттердің көпшілігі құрттар деп аталады. Бұл ішек паразиттері. Бірнеше жүзге жуық әр түрлі түрлері бар. Олар адам ағзасында байқалмай өмір сүріп, пайдалы заттарын жейді. Және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша қазіргі уақытта әлемде шамамен 3 миллиард адамдар ішек паразиттерімен ауырады. Сонымен қатар олар тұратын елдердің өмір сүру деңгейі орташа деңгейден жоғары. Гельминттер тек ішекте ғана емес, қандағы, өкпедегі, бұлшық тінінде де өмір сүре алады. Тіпті мидың өзінде олардың ең қорқынышты өкілдері табылды. Олар ұзақ уақыт бойы байқалмай өмір сүре алады, ешқандай түрде өзін көрсетпейді. Алғашқы белгілер паразиттердің саны өте көп болған кезде ашылады. Гельминттік инфазиялармен пайда болатын белгілер: тәбеттің болмауы, асқазанның кебуі және желденуі, аналды аймақта қышу, салмақ жоғалту, суықпен байланысты емес құрғақ жөтел, гемоглобин деңгейінің төмендеуі, бұлшық ауруы, нашар ұйқы, әлсіздік, инфекция. Инфекция көбінесе фекалды ауызша жолмен жүреді. Бұл паразиттердің жұмыртқалары адам ағзасына ауыз арқылы жуылмаған көкөністермен, шөптермен және жемістермен, ет немесе балықтың термиялық өңдеусіз түседі. Сонымен қатар ересектер мен балаларда инфекциямен ауру қаупі жоғары. Кез келген адамдарда гельминтоздар өте жиі кездеседі. Егер сіз оны кем дегенде бір рет кездестірсеңіз, бұл аурудың пайда болуын болдырмау үшін паразиттерге қарсы тиімді кейбір тағамдарды жеу ұсынылады. Келесі өнімдер осындай қасиеттерге ие. Сарымсақ ежелгі уақыттан бері кеңінен қолданылады. Бұл өсімдік баламалы медицинада кеңінен қолданылады. Ол вирустық инфекциялармен, сондай-ақ ішек паразиттермен тиімді күреседі. Сарымсақ құрамында құрттардың, атап айтқанда аскарис пен амблияның өліміне әкелетін аллицин заты бар. Оны қабылдаудың бірнеше нұсқасы бар. Бірінші, оны тағамның бір бөлігі ретінде қолданасыз. Екінші, одан қайнатпа жасау. Үшінші, ингаляциялар жүргізу. Төртінші, оның шырынына негізделген клизма жасау. Ең қолайлы әдіс сарымсақтың өзін немесе шырынын жеу. Мұны күніне 3 рет, тамақтан жарты сағат бұрын жасау. Әрбір адамның арасында бұл әлдеқайда жиі кездесетініне қарамастан, гельминтоздар өте жиі кездеседі. Анардың қабығы жемісінің өзі витаминдер мен минералдарға бай, бірақ ол гельминттердің өліміне әкелуі мүмкін. Бұл әдіспен абай болыңыз, себебі артық улану белгілері пайда болуы мүмкін. Емдік атывар дайындау үшін 50 грамм анар қабығын ұнтақтап, 2 стакан су құйыңыз. Сусынды қайнатыңыз. 5 сағаттан кейін сұйықтықтың бастапқы мөлшерінің шамамен 50% буланып, қалған сұйықтықты сүзгіден өткізу үшін оны қайнату керек. Оны тамақтанар алдында 1 сағат бұрын кішкене бөліктермен ішуге болады. Оны қабылдағаннан кейін 2-3 сағаттан кейін өлі құрттар мен олардың токсиндерін кетіруді қамтамасыз ету үшін клизма жасау ұсынылады. Зімбір паразиттерге қарсы. Зімбір бұл өте тамаша өнім. Құрттарды жояды және жалпы ас қорытуды жақсартады. Зімбірді тұтынғаннан кейін дернәсілдер мен паразиттердің шамамен 90% өлетіні дәлелденді. Қалаған әсерге жету үшін зімбірді шайға немесе шикі пиязға қолдануға болады. Пиязды үнемі жейтін адамдар оны жемейтіндерге қарағанда ішек инфекцияларынан аз зардап шегеді. Пиязда паразиттердің өліміне әкелетін аллицин бар. Көкөністі шикі түрде жеуге немесе одан тұнбаны дайындауға болады. Пиязды майдалап турап 1 стакан қайнаған суға құйып 1 күн қайнатып сүзіп алу керек.
4 күн бойы 100 грамм ішу керек. Пияз қабығын да қолдануға болады. 3-тен 1 бөлігін қайнаған суға салып, оны 5 сағат қайнатыңыз. Содан кейін күніне 2 рет тамақтанар алдында шамамен 100 грамм жейді. Паразиттерден желкек жоғарыда аталған барлық көкөністер сияқты желкек құрамында аллицин және оның паразиттерге әсері бар. Оны шикі түрде жеуге немесе сарымсақпен біріктіріп тамақтанар алдында таңертең 1 ас қасықты тұтыну керек. Асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдарға болмайды. Паразиттерге қарсы қызыл бұрыс азиялық асханада гельминттерді жою үшін кеңінен қолданылады. Өйткені бұл елдерде оларды жұқтыру өте оңай. Көкөніс паразиттердің көбеюіне жол бермейді. Асқазан ішек аурулары бар адамдар мен балаларға қолдануға болмайды. Кокос жаңғағы, сүті және жоңқалары құрт паразиттермен жақсы күреседі. 2 компонентті араластырып тозаңытқышқа 2 күнге салып қою керек. Содан кейін 1 апта бойы тамақтанар алдында күніне 3 рет 1 шай қасықпен алып қолданасыз. Содан кейін 2 апта үзіліс қажет болады. Содан кейін курсты қайталайсыз. Бұл құрал қауіпсіз және тіпті балаларға жарамды. Ананас бұл жемістің гельминттерге зиянды 2 қасиеті бар. Бірінші промелаин заты, екінші қышқыл дәміне байланысты асқазанға түскенде пайда болатын қолайсыз орта. Паразиттердің тіршілік әрекетін жалғастыру мүмкін емес. Қалампыр гельминттерге парализдік әсер етеді, сондықтан организмнен шығарылады. Мұны емдік шара ретінде тамаша дәмдеуіштерді сумен 7-10 грамм ұнтақ ретінде қабылдауға болады. Шамамен 1 ай бойы. Құрттарға арналған мүкжидек күніне 3 реттен тұтыну керек. Бұл өнімде көп мөлшерде С витамині бар және иммундық жүйені белсендіреді. Дегенмен паразиттерге қарсы күреседі. Оның тиімділігі кем емес. 1 апта бойы 2-3 рет мүкжидек шырынын ішу жеткілікті. Қантсыз бадам май қышқылының жоғарғы болуына байланысты ішекте гельминттердің көбеюіне жол бермейді және олардың жойылуына ықпал етеді. Сонымен қатар ол асқазан мен ішек қабырғаларында паразиттің тітіркендіргіш әсерін жоя алады. Лимон шырыны пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көзі паразиттердің тітіркендіргіш әсерін жоюға қабілетті. Ол косметологияда да, баламалы медицинада да кеңінен қолданылады. Ол микробқа қарсы, антиоксидант және қабынуға қарсы әсерге ие. Паразиттермен күресудегі бұл пайдалы құралды тамақтанар алдында қабылдау керек. Бұл сусынды сумен сұйытқаннан кейін де балалар да іше алады. Оның дәмі жақсы, сонымен қатар мұндай емдік сусынның қарсы көрсетілімдері аз. Сәбіз шырыны. Сәбіз талшыққа бай, сондықтан ол ішектің жұмысына және тағамның жақсы қорытылуына пайдалы. Гельминтоздармен күресуде және алдын алуда тамаша құрал. Көкөніс ішек паразиттерін жоюға көмектеседі және олардың өліміне әкеледі. Таңертең тамақтанар алдында 1 стакан шырын ішіңіз. Балаларға сүйікті гельминттердің дәмі ұнайтындай етіп 1 қасық бал қосуға болады. Паразиттерге арналған өнімдер оның өмірлік белсенділігін сақтау үшін қажет. Паразиттерден тазалану кезінде емдік кезінде тәттілерді жеуден аулақ болу керек. Тәтті жемістерді алдын ала өңделген жемістерді барынша тұтынуға, шоколадты, тәттілерді және барлық ұн тағамдарын тұтынуға қатаң тыйым салынады. Өйткені бұл құрттар үшін қолайлы жағдай жасайды. Сонымен қатар паразиттер майлы және қуырылған тағамды жақсы көреді. Сондықтан емдеу кезінде ондай тағамдардың мөлшерін азайту керек. Гельминттерді емдеуде қандай өнімдерге рұқсат етіледі? Күніне 5-6 рет аз мөлшерден тамақтану. Ет тағамдары мен сүтті тұтынбау. Олар ішекте ашытуды тудырады және паразиттер үшін қолайлы орта жасайды. Екіншіден, кәдімгі шай және кофеге қарағанда жусан тмиянының негізіндегі шөп шайларын ішу тиімдірек. Үшіншіден, қант пен консерванттарды жеуге болмайды. Төртіншіден, тұзды тұтынуды шектеңіз. Бесіншіден, жемістер мен көкөністерді жақсылап жуып, жаңа піскен түрде тұтыну керек. Алтыншыдан, тағамға пайдалы дәмдеуіштерді, пиязды, сарымсақты, имбирді қосыңыз. Жетіншіден, артық тамақтанбау үшін тағамның мөлшерін шектеңіз. Дұрыс тамақтану керек екенін есте сақтаңыз. Бұл паразиттермен күресу кезеңдерінің бірі ғана. Сізге жан-жақты әрекет ету керек екенін ұмытпаңыз. Жемістер мен көкөністерді мұқият жуыңыз, үстіне қайнаған су құйыңыз.
оны қыздырыңыз, ет пен балықты өңдеңіз. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Сіз біздің арнадан пайдалы көптеген қызықты бейнелерді таба аласыз. Көкөністер мен жемістер туралы, сондай-ақ аурулар мен оларды емдеу туралы бөлісетін боламыз. Сондықтан каналға жазылуды ұмытпаңыз және қоңырауды басыңыз. Егер сізге ұнаса, видеоны достарыңызбен, отбасыңызбен бөліссеңіз болады. Сізбен бірге болған 100 жасаңыз бағдарламасы.